Ғабит Мүсірепов 1902 жылы дүниеге келіп, 1985 жылы дүниеден озды. Қазақтың көрнекті жазушысы, драматург, қоғам қайраткері, ол қазақ солдаты, оянған өлке сияқты романдар және көптеген повесть әңгімелер жазған. Ұлпан романы әйел тағдыры мен қазақ қоғамындағы салт-дәстүрді терең көрсететін шығарма. Романда ақылды, қайсар Ұлпанның өмірі, ел басқарудағы рөлі суреттеледі. Бұл шығарма арқылы автор әйелдің даналығы мен адамгершілігін жоғары қояды. Ұлпан қазақ әдебиетіндегі маңызды әрі тәрбиелік мәні зор туынды. Демалысымда Ғабит Мүсіреповтің ең белгілі романы Ұлпанды оқыдым. Романда ақылды, қайсар, ел тағдырына бейжай қарамайтын Ұлпан атты әйелдің өмірі суреттеледі. Ол өз ақылымен, сабырлы мінезімен елге сыйлы болады. Романда қазақ қоғамындағы әйелдердің рөлі, әділдік пен адамгершілік мәселесі көрсетіледі. Ұлпан бала кезінен бастап өте ақылды болады. Ұлпан 15-16 жасынан өзіне 40 жас үлкен Есенейге тұрмысқа шығады. Есеней қатал, бірақ ақылды. Ұлпан Есенейдің қасында жүріп, ел ісіне араласады.